Эй, блядь. Мә, достар, мен жалам ба, жалмайм ба? Достар, аузым ашып жатыр. Йоу, достар, біздің кезекті челленджерге қош келдіңіздер. Алдыңғы челленджіміз сендерге ұнады ма? Ұнады ғой өйткені, ұнамаса осы челлендж көрмейтін еді ғой. Я, достар, біз келесі челленджімізді бастаймыз. Аттан суретте көріп тұрғандарыңыздай, біз ащы және тәтті деген челленджді ұйымдастырып жатырмыз. Яғни, Бекавой, сен тәтті заттарды жинайсың, ал сен ащы заттарды жинайсың. Ендеше кеттік. Айтпақшы кетпес бұрын подписаться кнопкасын соғып кетіңіздер, я? Және лайк басып, комментария жазуды да ұмытпаңдар. Бұл жолы точно кеттік. Йо, достар, біз келесі челленджді заттар алу үшін осы Фиркан Сити магазиніне келіп, түрлі заттар алатын боламыз. Я, кетіп, ендеше уақыт созбай кет. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, біз осы челленджге керек заттарды осы үлкен маркеттен алатын боламыз. Ал Бекавой, сен өзіңе керек ең тәтті заттар. Ал сен ең ащы заттарды таңда. Кеттік ендеше, достар, бастаймыз. Достар, маған осы дүкендегі ең ащы заттар ал деді. Енді ащының отанына қош келдіңіздер. Достар, қызыл түс дегенде сіздердің ойларыңызға ең бірінші не келеді? Я, достар, ащы заттар, енді ащы заттар. Достар, міне, мен осы ащы кетчуп, томат, соустан арасынан ең ащысын алайын боламын. Міне, достар, мынау ең ащысы деп ойлаймын. Ішінде мен мына кетчуп таңдадым. Өйткені оның ішінде қызыл перец, жасыл перец және помидор бар. Ең ащысы осы болады деп ойлаймын. Бекавой шыдамайды. Достар, тәтті дегенде ойыңызға бірінші шоколад келеді. Сол мына сникерстер әлемі. Достар, мынақта сникерс және твикс тұр. Ал мен өз басыма сникерс ұнайды. Сіздер қайсысын жақсы көретініңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Мен өзім сникерс аламын. Коробкасымен алатсың ғой, короче. Болды. Маған тәтті нәрселер алды, үшін алды деп айтқан жоқ. Сол пайде жейміз ау сол тәтті. Мен өзім тәттілерін жейтін болсам түйіп қалам ғой. Сол үшін бізге су керек. Мен өзімен нан аламын. Мен кішкентай бала деп ойлап қалмаңыз нан алатқанын. Просто мынағында ойыншық бар да, зорға ойыншықшы. Қазір біз мармеладтар әлеміне келдік. Достар, сіздер мармелад жақсы көресіздер ме? Мармелад жақсы көрсеңіздер, комментарияға айтып кетіңіздер. Қайсын алсам екен? Мынау аю мармеладты ма? Немесе мынау жылан мармеладты ма? Қайсы тәтті, достар? Өз пікірлеріңізді комментарияға жазып. Достар, осы тәтті сияқты менше. Тағы ұзақ ғой, күшті тәтті. Еще дәмі ұзаққа созылады. Достар, осы маркеттің ішіндегі ең ащы заттың бірі ол перец, достар. Перец жегенде адамның аузынан от шығады. Я, осылай достар. Осыны аламын мен. Достар, еще ащы и кислый зат ол лимон. Я, лимон аламын, достар. Ол аузын жегенде бүкіл от шықпайды. Аузың ашиды. Осы аламыз, Бекавой ол жамайды. Міне достар, біз өзің ащы заттарымызды және тәтті заттарымызды жинап қойып қойдық. Я. Ей, тоқташы, айтпақшы, ойыншақтар қандай? Мен ойыншақтың айтуды есімнен шығып кетті ғой. Достар, осы мына екі парақта біреуінде ащы, біреуінде тәтті деген жазу бар. Кім осы ащыны алса, сол ащының ішіндегі заттарын біреуін жейді. Ал тәттіні алса, тәттінің ішіндегі любой затты жейді. Елестетіңдерші, ащы түсіп қалады. Айбай, жаман ғой, Ма, сондай ма не? Достар, мен мынау тәттілерді өзім жеймін ба деп алдым ғой. Елестетіңдерші, мен ащы түс қалса, мынау перцті жеуім керек па ма? Деп от шығады ғой аузымнан. Я, от шығады. Мен әдейі сол үшін алдым. Сенен ақымды аламын. Есіне ма? Алдың ойында. Мен бетімнен аллергия шығарған ең ғой. Маған айтпайсың ба шартын? Мен саған айтсам қазір сен кегімді аламай қалам ғой. Ондай болса, достар, лайктарыңыздан кейін осы челленджді бастайтын боламыз. Бастайтын боламыз. Ал достар, ендеше бізде ащыға кетчуп, ал тәттіге мармелад. Ал Бекавой, таңда екеуі біреу. Достар, ащы түс қалса мен не істеймін? Кетчуп жеймін ба? Тәтті! Не, тәтті түсті. Ал сен ащыны жейсің. Ма, достар, мен кегімді аламын ба десем, қайттан осылайын деп аласың ба? Сен бірінші ащыны же, сосын мен саған қарап күлейін сосын. Мә, достар, мен жаламын ба, жалмайын ба? Білмеймін, осы көрейік.
Мен еще ол сырын алам ғой. Бұның өзіме түсетін болған білгенде алмайтын ем ғой. Достар, аузым ашып жатыр. Достар, аузым ай. Ал енді мен өзім тәттіні жейін. Саған берейін ба? Беріс. Бермеймін. Арам, көреміз келесі ойында. Маған тәтті түспасын, мен саған бермеймін. Достар, бұл өте тәтті. Ема, достар, бұл жол маған әші түсу керек. Мен мынадан ақымды алуым керек. Бұған теріс тегізу керек. Көп сөйлейін бермей, таңда. Ай, әші түсқан, әші түсқан достар. Қайттан өтіп. Бұл жол мен баса бен тәттіні жейін. Дәм жолтын. Достар, алманы жемес бұрын қол жуып алу керек. Және алманы жуып алу керек. Бірақ жумадым мен. Олай болса, достар, мен ашып бересім дейін. Мен мамама сәлем айтыңыздар. Достар. Ашы. Да. Манан кейін аузым жаман ашып кетті ше. Алмады көп сіп жатыр, әлі ашып жатыр. Көріндер ма, достар, мен сияқты везунчик болу керек қой. Осындай кездер көмектесіп қалады везунья. Достар, мына әшісін көрдіңдер ма? Ал мына тәттіні көрдіңдер ма? Мына мен деймін, ал мына бека ой жеймін. Бұны алда көре жатармыз. Көре жатамыз. Келмесе бастайық. Так, бека ой, таңда екеуі. Маған ашы түс қалды. Мынау ашы ғой жаман. Мен жамаймын. Мә, достар, заңғыр күлетін болды ғой маған. Бағанадан бері күліп атқан едім. Достар, маған тәттісі тәтті мен ішетін болам. Рахат болды. Бірінші өтіп болдым. Давай, жей. Мә, достар, мен ашын жейін деп отырмын. Достар, мынау ашы ғой. Арамы? Менікі ғой. Мә, достар, маған дәм жаман ашы ғой. Ауызымнан кәдімгідей от шығарып жатыр ғой. Достар, маған тәтті түсті. Ол тәттіден бір мен кейін қайтардым. Достар, осымен біздің челленджіміз аяқталды. Сіздерге біздің челлендж ұнаған шығар. Ұнаса, достар, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Аш жанынан ойыншығын көріп.